Сәлем достар, сіздермен бірге Жансая. Бүгін мен сіздерге балмұздақтың пайдасы мен зияны туралы айтатын боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырып қойсаңыздар болады. Балалық шақта балмұздаққа әуестенбеген адам жоқ шығар. Бәріміз де балмұздақты күннің аптап ыстығы тұрмақ ауа райының салқын мезгілдерінде тұтынуды күнделікті дағдымызға айналдырғанымыз белгілі. Жалпы балмұздақтың құрамы майлылығы 10% сүт, құрғатылған сүт, сонымен қоса лактоза, қант, бояу қоспалары және судан тұрады. Балмұздақта 375 калорияны кездестіруге болады. Бүгінде шоколад, жаңғақ, жеміс-жидек, тосап, карамель, тәтті тоқаш, банан шырыны секілді дәмдеуіштер қосылған түрлі балмұздақтарды кездестіруге болады. Балмұздақ шамамен сүтті, кілегейлі пломбирлер және жеміс-жидекті болып бөлінеді. Оның ішінде майлылығы өте төмен көрсеткіште сүтті, ал жеміс-жидекті балмұздақты майды кездестіру мүмкін емес. Балдай тәтті дәмі мен тіл үйіргенімен қоса тамақты қабындыратын бұл тәттінің кейде адам ағзасына пайдасы да бар екен. Оның бір сырты тәтті құрамындағы инулинде жатыр. Инулин майлылығы басым балмұздақтың орнын басатын қоспа. Мұның бірден-бір пайдасы ағзадағы майлылықты азайтады. Сонымен қатар құрамы лактоза, кальций, магний секілді түрлі дәрумендермен бірге қоспалармен байытылған. Балмұздақтың пайдасы асқазан, ішек жолдарының жұмыс істеу қабілетін жақсартып, микрофлораларды артуына септігін тигізеді. Дәмі тәттіні балалардан бастап қарияға дейін тұтынатын, зияны жоқ, денсаулыққа пайдалы тұстары да баршылық. Тек шамадан тыс жеуге де болмайтынын есте сақтаңыз. Балмұздақ деген құмарлығымызды тағы бір себеп серотин. Бұл қоспаны адам ағзасына сергек сезінетіп, жағымды көңіл күй сыйлайтын қасиеттері бар. Әсіресе көңіл күйге түсіңкі жан күйзелісінде жүрген адамдарға таптырмайтын ем дейді мамандар. Балмұздақты үй жағдайында да дайындауға болады. Күннің ыстығында балмұздақ жегенді кім ұнатпайды? Осы балмұздақты үй жағдайында да жасауға болады. Ендеше бізге 1 литр сүт, 2 кесе шекер, 100 грамм сары май, 1 шай қасық крахмал, 5 жұмыртқаның сарысы. Сүтке сары майды қосып салып отқа қоямыз, қайнауы қажет. Басқа ыдысқа шекер, крахмал, сарыуызды салып миксермен араластырамыз. Араласқан соң оған керегенше сүт қосамыз. Оның сұйықтығы қаймақ сияқты болуы керек. Оны қайнаған сүтімізге аздап салып, ұдайы араластырып тұрамыз. Қайнаған соң оттан түсіріп, ыдысымызды салқын суға салып, суығанша қозғаймыз. Суыған соң қалыпқа салып, тозатқышқа қоямыз. Балмұздақ дайын, ас болсын.